Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Осы бөлінген төсектен шаршағаныма әбден. Қайда жиналып жатырсың? Әуежайға. Рахатым-ай, үйдегілердің бәрін өзіңмен бірге алып кетші. Мен ешқайда ұшып бара жатқан жоқпын. Алматыдан өте маңызды қонақ келе жатыр. Мен күтіп алуым керекпін. Бастықтың тапсырмасы. Неге сонша ерте? Енді мен жауапкершілігі жоғары қызметкер ретінде ерте баруға тиіспін. Қонағың қаншада келеді? Білмеймін. Жазып алған қағазымды жоғалтып алдым. Енді Алматыдан келетін бүкіл рейсті күтіп алуым керекпін. Бастығыңнан сұрай салмайсың ба? Өшірілі. Сосын Жауапкершілігі жоғары қызметкер ретінде ешқашан ештеңе жоғалтпауым керек. Жарайсың. Мен болсам күндіз жұмыс істеймін. Түнде біреудің жұмысын күзетем. Бақандай, инженер деген дипломмен күзетші болып жүрмін. Азық-түлікпен қалампырды күзетем. дұрыс, күзет, әсіресе қалампырды. Әйтпесе 4-ші рет біреу алып қашып жүрсе. Болады. Күзетсем күзетем. Анау не? Бастықтың жаңа қонаққа сыйлығы. Сыйлық демекші, Еркебұлан туған күніне шақырған. Есіңде ме анау энергетика компаниясында бөлім бастық ше? Е. Кім біледі, бағым жанып, жұмысқа тұрып кететін болармын. Барам деп қойып едім. Сыйлыққа ақша бере тұра аласың ба? Барғаның дұрыс. Бірақ менде қазір ақша жоқ, өкінішке орай. Жұмыс сұрайым деп құр алақан барғаным ұят шығар. Ербол, құр алақан барғаның ұяттың белгісі емес, керісінше қолым бос, жұмысқа дайынмын деген сөз. Ымдағаныңды көріп, бірден жұмыс қалады. Жыл сайын сыйлайтыным осы. Құр алақан. Шай ішіңіз, құдағи. Жоқ. Мен фигурам сақтап жүрмін. Бұл шай ғана ғой. Жай ғана су. Ішіңіз. Шай мен бауырсақ жесеңіз тіптен керемет. Алыңыз. Кәлі қолымын берім. Жаным, ерте оянып атсың ғой. Тәрбие деген мені осы. Кішкентай күннен үйреткенбіз. Жәнел ұйықтап жатыршы ма? 2 сағат бұрын шығып кеткен. Жұмыстармен. Мінеке құдағи, тәрбие деп осыны айтыңыз. Көкелер қайда? Стадионда. Футбол дей ма? Футбол кешке басталмаушы ма? Әне келді. Бәсет таңғалды қайда футбол дейм? Қалайсың? Қалдарың жақсы ма? Ой. Амансыз ба? Жұмыс қалай? Қарағандыға бара жатқам. Жол жөнекей сіздерге кіріп кетейін деп. Қайдан келе жатсың? Семейден. Жол жөнекей? Өздерің шайлы іше беріңдер. Біз құдағи екеміз үйлену тойымызға барамыз. О,
Луис Альберто мен ана Мария Елена. Жарайды, сен де тұр. Жақсы енді. Жақсы. Отыр, жақсы, ха? Қалампыр қалай? Көріп жүрген жоқсың ба? Көріп жүрмін. Аха. Жақсы көріп жүрмін. Жақсы көргеніз? Сенің әйелің бар емес пе? Мәгі жүріп түсінбедің сен? Түсінбедің, мен оның дүкенінен жұмысқа тұрып едім ғой. Кімді ол? Секюрити. О, секюрити. Күзетші дей салмайсың ба? Ал мен кеттім. Дүкенге Қалампырға барып қайтайын, мүмкін бейге барып қайтармыз. Бұндай уақытта адамдар бейден қайтып келе жатпай ма? Есігіңді жауып ал. Алло? Ермек? Ассаламағалейкум. Қалайсың? Иә. Ермек. Сәл қаржыдан қысылып тұр едім. Маған қарызға ақша бере тұрасың ба? Қалай? Өзім іздеп жүрмін? Жоқ, мен бере алмаймын. Алло. Ендігін алсам болады. Күтіп алдың ба қонағыңды? Келмеді. Онымен қоса бастықтың сыйлығын шағып алдым. Бұл шараптың жасы менен 2 есе үлкен. Бағасы жалақымнан 5 есе. Уайымдама. Көп болса, 5 ай жалақысыз жұмыс істейсің. Бәрі жақсы болады. Айтпақшы, бізге супермаркетте сыйлыққа купон тартқан еді ғой. Есіңде ме? Сол купонмен үлкен сомаға кез келген зат ала аламыз. Демек, тура сондай шарапты мен сатып алам. Тегін. Немесе мен ерке баламға сыйлық алам. Маған оның қажеті көбірек қой. Әйтпесе мен жұмыссыз қалам. Мен де жұмыссыз қалуым мүмкін. Сондықтан купонды мен алғаным дұрыс болады. Сенің онсыз да жұмысың жоқ қой. Көрдің ме? Сенде жұмыс бар, менде жоқ. Сол себепті купонды мен алуым керек. Айтпақшы, купон қайда? Сәлем, Қалампар. Қалғалай. Сәлем. Онша емес. Тағам сәні жетіспей жатыр, тағы да. Сонда қалай? Қоймадағы тағам саны қағаздағыдан әлде қайда аз. Санап көрсем, алма мен апельсин азайып қалыпты. Жоқ енді мен шығысты да, кірісті де бәрін есептеп отырмын ғой. Сөйтсе де жетіспей. Қалампыр, мен аз уақытқа ғана келген. Мүмкін бір жерге барып қыдырып қайтамыз, Қалампыр. Жоқ, болмайды. Дүкеннің иесі біліп қойса, мына жетпей кірді. Басын кетеді. Жұмыстан шығарады. Сен оған көп қобалжи бермесейші, мүмкін жақсылап бір қарап шықсаң, табылып қалар. Мына бір
дақтармен түкті көрінбейді. Не жазғансың өзі? Апельсиннің дағы ғой ол. Апельсин. Қаламтыр. Құрғыр купон. Тура сенің екінші шұлығың сияқты. Үйдің бір жерінде жатыр, қайда екені белгісіз. Болды. Көндім. Тапсаң, сенікі болсын. Жұмыс жөнінде кездесуің бар. Мен кеттім. Мен де кеттім әуежайға. Қайдағы нәрсе үшін ұрыспай ақ қояйықшы, е? Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Я, болмайтын майда шүйдегі ұрыспайды емес. Осындасың ба? Мам, мен қазір жұмыстармен әуежайға кетіп бара жатырмын. Менің кішкентай сый купоным бар еді. Соны таба алмай қойдым. Мам, өтініш, мен жоқта тауып қойшы. Бірақ оны ешкім білмеу керек. Неге? Өйткені оны Ерболдың апасына сыйлайын деген едім. Тосын сый. Өте дұрыс шешім. Ер жігіттің ең осал жері анасы. Анасының тілін таба білсең, кез келген ерді басқаруға болады. Шын ба? Шын. Ер жігіттің жүрегінің кілті асқазанында емес, анасында. Рахмет. Мен ұштым. Мен де. Апа. Сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Мен деген купонды тауып бере аласыз ба? Үйдің бір жерінде жатыр. Сыртында сый купон деп жазылып тұр. Бірақ ешкімге айтпаңызшы. Ойбай неге? Қайнапама сыйлық жасайын дегенім ғой. Шешесіне сыйлықпен ала құдалықтағы тесік қорын есіне түсін да. Ой, рахмет, апа. Мен сізге сенемін, апа. Сенемін, апа. Жарайды. Ой. Қалай, Мәге? Ербол, дүкеннің кілтін бере тұршы. Мәге, 3-ақ күн күзетші болып жұмыс істесем де, кілтті беруге болмайтын баяғыдан білем. Түсінесің бе, Ербол? Қалампырға көмектесейін деп едім. Дүкенге алма, апельсин жетпей жатқан көрінеді. Мерседес те бар еді ғой, 1-2 тоннасы. Жетпей жатса бере салайын деген. Қалампырға. Сен де жүрген Робин Гуд екенсің. Енді шын жүрек қой, шын жүрек. Қайдағы бір апельсиннің кесірінен одан кейін жұмыстан шығып қалса тағы. Қазір барып бере салмайсың ба? Өзі бардан. Тосын сый.
жарайды. Ромео, берейін. Бірақ бір нәрсе болып қалса, бір-бірімізді танымаймыз, ә? Келістік. Ай, Ромео. Құдағи, не істеп жатсыз? Үйді жинап, мынау кішкене шаңдар сыртайын деген ғой. Ойбырмай, мына жап-жаңа орамалыңызды бүлдіргеніңіз несі, құдағи, иә? Сізде үйдің шаң болғанын сізде байқаған екенсіз ғой. Иә. Жәнел болса үйді жинамайды. Қайтсын енді. Уақыты жоқ қой. Жұмыс істемесе болмайды. Ерболжанда тұрақты жұмыс болмайды. Мен сізге көмектесіп жүрейін. Жарайды, көмектесіңіз, иә. Иә, көмектесіңіз. Құдағи. Шырдыңыз ғой. Ана кешке Не істедіңіз? алма қосылған бәліш жасайын дебедім. Ұн таба алмай жатыр. Нан үшін бәрі быт-шыт болып шашылып жатыр ғой. Білем, соны реттейтін бұл үйде әйел жоқ қой. Тек қойыңызшы. Көмектеспесеңіз сіз шешіп жүре алмайсыз. Көмектесіп жүріңіз. Ана алмаларды. Ана. Мында сала беріңіз. Мам, қалайсың? Көрмей тұрсың ба? Жоқ. Космостан қуат келмей жатыр. Купон. Не болды? Купон. Дұрыстап іздей алмадым. Құдағи ғой. Қасынан шықпай қой. Бірақ сөйтсе де жақсы жаңалық бар. Қандай? Үй тап-таза. Болды, қызым, болды. Маған космостан қуат жинау керек. Болды, бар. Бол. Мен қуат жинауым керек. Апа, не болды? Табылды ма? Табылған жоқ. Тесіктің бәрін тінтіп шықтым. Жоқ. Құдағи үйді жинастырып жүр екен. Үй алғанымнан кірісіп кеттім. Бұна сенің әйелің. Мүлдем үйдің бұл. Болды. Түсіндім. Рахмет, апа. Сәлем. Сәлем.
Қонағың келді ме? Жоқ. Жұмысың не болды? Ойланып жүрмін. Алмады дейсің ғой. Алмады. Сыйлығың не болды? Қалпына келер. Сенікі ше. Іздеп жүрмін. Сыйлықты емес. Сыйлыққа ақшаны. Әуежайға бармайсың ба? Уақыт өтіп болған шығар. Жоқ. Уақытым бар, мен үйде қалам. Сенің жұмыс жөнінде кездесуің бар еді ғой, бармайсың ба? Солай сияқты. Ауырып қолым қойды. Жамел, үйден бір уақытта шығамыз. Келістік пе? Келістік. Бір, екі, үш. Майлық бұл да жетіспейді. Сәлем, Талампуся. 2 ай, 5 күн. Жалақсыз жұмыс істеуім керек. Демалыссыз. Қиналып қалмайсың ба? Аштен етпейді. Кезінде мен жарты жыл тегін жұмыс істеген. Құжатымды қайтарып алушы. Уайымдамай-ақ қой. Жалпы шешілмейтін мәселе болмайды. Мысалы, мен баспанам болмаған соң Мерседес айдай бастадым. Тым болмаса қонатын жерім бар ғой деп. Қысқасы, қателеспесең үйренбейсің. Білем? Өзімде шерткеуге шыққан. Қалампыр, саған сергу керек. Мүмкін бір жаққа қадырып қайтамыз. Кешке. Кешке? Қадыр. Саған күнді шақырып, қанымды ішуші едің. Адам болсын. Себебі ертең жұмыс жоқ маған, сондықтан ғой. Жарайды. Қыдырайық. Тек камазыңа отырмай. Қалампыр, ол КамАЗ емес, ол дегенің Мерседес. Демек сен келісімге қарамастан апаңа купонды іздеттің ғой, я? Сенен үйренгенім ғой. Мамаңның купон іздегенін білмейді дейсің бе? Әйелдердің ісіне араласпа. Мен не дегенмен ертеңге дейін ол купонды табам. Мен ше? Ерке болғанға не сыйлайын? Сенің жараң жеңіл. Көп болса, әріптестеріңнен қарызға ала саласың. Сен де ала саласың. Қалампырдан ба? Одан не аласың? Онсыз да Мәкеңнің өзі былай қарыз. Қайтадан купон үшін қырыла бастадық. Ұрыспай ақ қойыңызшы. Ұста. Ербол, терезені ашып жіберші, ауа кірсін. Еркек емессің ба, еркек? Әйелге жол беру керек. Біз Қазақстандамыз. Әйел еркекке жол беру керек. Не істедің? Зақымдалған купондар қабылданбайды.
Марат аға. Мына киіміңмен Қаламбырды киноға емес, ағаш бөліміне апарған сияқтысың ғой. Иә. Көңілген неге жоқ? Ешқайда да барған жоқ. Неге? Не болып қалды? Дүкенге керек апельсин. Иә. Мен болсам грейпфрут апарыппын. Енді. Дүкеннің иесі енді соны көріп Қалампыр өзінің заттарын сатып алыр екен деп ойлап қалды. Ұят болды ғой, Марат аға. Менің кесірімнен Қалампыр тағы да ыңғайсыз жағдайға қалатын болды. Ербол. Жанел. Махаббаттан ешқашан да жолым болмайтын болды ғой менің. Мәңе.